Атана білмейтін қателіктер. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз. Қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Мұхтар Әуезов. Әдепті бала, ақылды бала, жыбырлақ бала, тентек. Әдепті бала көбіне тыныш отыратын, байсалды әрекет ететін бала деген түсінік қалыптасқан. Ата-аналар әсіресе бейтаныс ортада балаларынан әдепті боп, тыныш отыруын талап етеді. Яғни ересектер сияқты ұстамды болғанын қалайды. Ойлап қараңызшы, ол кішкентай бала, бірақ оның ересек адам сияқты әрекет еткенін қалайды. Бұл әрекеттің қарымы өзгелердің бағалап, ризашылығын білдіруі болмақ. Расында да, тыныш отырып, жан-жағына байсалды кейіппен қарап отырған балаларды шетелдіктер де жақсы бағалайды. Сүйсініп, өзі тәртіпті, жақсы бала екен деп жатады. Бірақ бұл баланың балалығын жасап, шынайы өмір сүре алмауына, көп нәрсені тежеп, шектеуіне себеп болады. Сондай-ақ, баланың ересектер секілді тыныш отыруы, оның еркінен тыс ақылды емес, ересектердің қысымымен тәртіпті боп отырғанын көрсетеді. Мұндай балалар кейіннен өздері өмір сүретін ортаның пішініне енетін сұйықтықтар сияқты психотұрақтылықты дамытып, хамелеон сияқты қоршаған ортаға бейімделуді жөн көреді және өзіндік тұлғалық ерекшеліктерімен өмір сүре алмайды. Белсенді, жыбырлақ бала, бұзық, тентек деген түсінік осы түсініктің заңды салдары. Бұл түсінік бойынша тәртіпті бала ақылды болса, белсенді бала тентек. Тіпті ол біртүрлі ақымақтық әрекеттер жасайтын анормальды бала ретінде де көрсетіледі. Көршіміздің баласы бір орында отырмайтын жыбырлақ. Үйге келсе, ары-бері жүреді. Көп нәрсе сұрайды, заттарға қолын тигізеді деп жатады. Ол әлі кішкентай бала емес пе? Бала болған соң балалығын жасап, балалықтың талабын орындайды. Балалар жаңа ортаны танып білгісі келеді. Ізденімпаздық, жаңалық ашу сезімі оларды белсенді етіп, өз ойын қорықпай жеткізеді. Айтып тұрғанынды түсінбеген кезде қайта сұрайды, немесе келіспейтін себебін айтады. Бұл оның жасына сай әрекет жасайтын қалыпты бала екенін көрсетеді. Баланың дүниені тануға деген құмарпаздығы оны дамуға ашық етеді. Мұндай бала болашақта өмір сүріп жатқан дүниені танып, соған сай бейімделеді. Бірақ әр ортада баланың барлық нәрсеге бойсына беруі оның психологиялық дамуына балта шабады. Мұндай бала ортаға бейімделуді емес, мойын сұнуды үйренеді. Өз ойын ашық айта алмайтын ынжық, сорлы боп өседі. Әлеуметтік дағдылары төмен болады. Сондай-ақ қоршаған ортаны зерттеп тануына кедергі келтірілген балалар өскенде тек бақылаушы боп өмір сүргенді артық көреді. Сондықтан кішкентай кезінде көп нәрсеге қол тигізбеуін үйретіп, тыйым сала берген қызыңыз яки ұлыңызды ертең кітапханаларда отырады деп күтпеңіз. Студенттердің кітап оқу және кітапхананы пайдалану әдеттері бойынша жасалған бір зерттеу нәтижесі төмендегідей болып шыққан. Университет студенттері кітапханаларды үй тапсырмасы және оқу залы ретінде пайдаланады. Кітапхананы пайдаланудың орнына өз кітаптары мен дәптерін оқитын студенттердің 89% пәндік каталогты қалай қарау қажетін білмейді. Балаларынан ересек мінез-құлық күтетін ата-ана оларды үйде үнемі тежеп, үнін өшіріп, енжар адамға айналдырады. Оларға айғайлап, тиіспе, ұстама, не істеп жатырсың, сындырасың, аузыңды жап, мына жерде тыныш отыршы деп, стихиялы мінезін жоғалтқан балаларды жетілдіреді. Мұндай балалар тыныш отырған кезде ғана өздерінің бағаланатынын ұғынып, солай әрекет ете бастайды. Сөйтіп, уақыт өте келе,
көп нәрсеге немқұрайлы қарайтын, ештеңеге қызықпайтын, енжар ересек адам болады.